Сәлем достар. Бүгін 2 қараша Сан-Диегода мексикалықтар өлілер күнін тойлап жатыр ма, әлде өлілерді еске алып жатыр ма, ондай бір мейрам болып жатыр. Бәріңізге сәлем. Бүгін біз Сан-Диегоның Олдтаун ауданындамыз. Қараша айының 1-2 күндері мексикалықтар өлілер күнін атап өтеді. Бұл мереке негізінен Мексикада пайда болған, бірақ бүгінде оны ақш-та, Латын Америкасының басқа елдерінде және Еуропаның кей аймақтарында да тойлайды. Өлілер күні қайғы емес, керісінше өмірді және есте қалған жандарды еске алу мейрамы. Мексикалықтардың сенімі бойынша осы күндері рухтар жерге оралып, өз отбасыларын көруге келеді. Үстелдерге марқұмның сүйікті тағамдарын, гүлдерін, суреттерін және шамдар қояды. 2017 жыл шыққан Коко құпиясы деген мультфильмде бұл мейрамның олар үшін маңыздылығы жақсы көрсетілген. Всего раз в году бывает такой день, когда наши покойные предки могут побывать в гостях. Их выпускают с того света, если на алтаре стоит фото. Это главное условие. Забудем поставить, они не придут. Но мы-то ведь не забудем. И все их любимые блюда снесем к алтарю. На то и праздник, чтобы всей семьей собираться вместе. Мерекенің басты символдары Каламбера, боялған бас сүйек, және Катрина, әдемі киінген сүйектер. Адамдар түрлі түсті киім киіп, беттерін бояйды, ал көшелерде музыка мен би тоқтамайды. Қазақстанда өлілерді еске алу түсінігі мұсылман дәстүрімен байланысты. Біз марқұмдарды Құран оқып, дұға жасап еске аламыз. Ал Мексикада өлілер күні бұл қуанышты мереке. Адамдар рухтардан қорықпай, керісінше қонаққа келеді деп сенеді. Қазақстанда үнсіз еске алса, ал Мексикада өмір мен өлімнің байланысын тойлау күні. Әр елдің салты басқа, иттері қарағасқа демекші, біз де қызық көріп барып көріп келдік.